Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге аспаз келін. Бүгін осындай керемет, өте дәмді әрі де биік болып шығатын пирог дайындайтын боламыз. Өте оңай жасалады. Сіздер де жасап көріңіздер және балапандарыңызды қуантыңыздар. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдыменен жұмыртқамызды қантымызбенен жақсылап, қантымыз ерігенше араластырып аламыз. Венчикпен араластырсаңыздар да болады, немесе миксермен де араластырсаңыз болады. Осылай қанты ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Содан соң сүтімізді құямыз. Және бұл жерде сүттің орнына айран құйсаңыздар да болады. Және ертілген сармайымызды саламыз. Бөлме температурасындағы сармайды да болады. Осылай жақсылап біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Содан соң ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп аламыз. Біз електен өткізбесек көтерілмей қалуы мүмкін, сондықтан ұнымызды міндетті түрде електен өттіріп аламыз. Және де 1 шай қасық ас содасын немесе разрыхитель, яғни қопсытқыш саламыз. Осылай барлығын салып, жақсылап араластырып аламыз. Түйіршіктері қалмайтындай болу керек. Венчикпен де араластырсаңыз болады, миксер міндетті емес. Содан соң 24 сантиметрлі, яғни диаметрлі табамызды алып, осылай саламыз. Мен үстіне шабдалы салдым, турап. Сіздер салмасаңыздар да болады, өз еркіңізде, немесе түрлі жемістер салсаңыз да болады. Өте дәмді болып шығады. Сіздер жасап көріңіздер. 180 градуста 20 минутта пісіп шықты. Әркімнің пеші әрқалай, сондықтан 20 минутта пісіп шықты. Мінекей біздің пирогымыз дайын болды. Осылай бетіне қант ұнтағын сеудім. Өздеріңіздің еркіңізде сеппесеңіздер де болады. Өте жұмсақ, сондай іші де толық піскен. Қараңыздар, аузыңызға салсаңыз еритіндей болады. Шаймен ішкенге өте керемет. Әдемі көтеріліп шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Менің каналымда өте көптеген рецепттер бар. Сондықтан жоғалтып алмау үшін тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Қараңыздар, міне жұмсақтығы өте жұмсақ, әдемі болып шықты. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған аспаз келін. Каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Инста парақшама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Жоғарыда белгілеп кеттім. Жасап көрсеңіздер, мені белгілеуді ұмытпаңыздар.